Сәлематсыздар ма тыңдарман қауым? Микрофон алдында Раушан Бестемиева. Әнім саған сарыарқа. Қадірлі тыңдарман, таяуда республика көлеміне кеңінен танымал белгілі композитор, Қазақстан жазушылар одағының, сондай-ақ Қазақстан композиторлар одағының мүшесі, Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері және Қырғызстанның мәдениет қайраткері, Парасат орденінің иегері Илья Жақановтың авторлық кеші Қарағандыда, қанаттас қалаларда өтті. Бұл мазмұнды да мағыналы кеш облыстық мәдениет департаменті мен облыс әкімі Камалкен Мұхамеджановтың арнайы шақыруымен ұйымдастырылған екен. Осындай тамаша кездесу осымен екінші рет Шалқыма концерт залында өтіп отыр. Тек бұл жолы арқа ардақтысы Тиыш жеңгемізбен, бала шағасымен, немерелерімен келген екен. Осындай көңілден шыққан емен жарқын отырысты жұртшылық назарларына ұсынбақпыз. Ол сүйкімді сұлу аруға, немесе туған жер табиғатын арналса да, жүрек түкпіріндегі терең сезімнен туған әндер. Қазір осы әндердің біразын әнші халықаралық және республикалық конкурстардың бас жүлдегері Ерлан Қожимановтың орындауында тыңдаңыздар. Сөзі Дүйсенбек Қанатбаевтікі.
Sözü Dulат Şalkarbayev'ke. Men sonday keremet нәрсе жасадым, мен сондаймын деп әлгі тұлданатын адамдар өте көп. Ал нағыз қас суреткер Марғұлан сияқты өтеді дүниеден. Мұхтар Әуезов сияқты, Қаныш Сәтбаев сияқты, Ахмет Жұбанов сияқты. Қызған Ұлытау жаққа қарай пойызбен келе жатты. Пойыз жарық станциясында тоқтап тұр екен. Ояна келсем,
ел сүт сатып жатыр, қымыз сатып жатыр. Қымыздан сатып жаңағы келе бермедім. Bir жас келін, ағатай мына қымызды ішіңіз деді, ақша бере жатсам алмай. Жаңарқаға дейін ішіп барасыз ағатай деп жаңағы 3 литрлік қымызды берді. Ішінде қап-қара май. Көпеде жалғыз өзім ішіп отырып едім. Көпеден есігін алдынан бір джинсы киген, бойы ұзын, шашын бозғырау шалған, сыптығыр келген, ат жақты сұрғылттау жігіт, сол олай өтеді, қарай, Іле ағасыз ғой енді келіп, сәлем берейін сізге деп жаңағы сәлем берді маған. Қайда барасыз деді, мен Жезқазғанға дедім. Сондағы айтқаны, кеңгір ғой ол ескі аты деді. Біз Жезқазғанды жаңадан қала болып жасап жатқан кезде, сол қаланың көркемдеу жағына қатысқан жас суретшілер едік деді. Екеуміз де суретшіміз, сурет саламыз, көркемдейміз осындай үлкен ғимараттарды. Кешінде көлге келіп суға түсеміз, жаспыз, аласырып жүрміз. Bir уақытта ортамызға бір қыз пайда болды дейді. Ол қызға екеуміз бірдей ғашық болдық дейді. Анау үндемейді дейді. Мен сондай өзім эгоист адаммын дейді. Жаңа жолдасымнан да суретті жақсы салғанды жақсы көремін дейді. Өзімшілмін дейді. Менен озбаса екен деп тілеймін іштей дейді. Анау үндемейді дейді. Міне сол екеумізде бір қызға мазы беріп жүргенде бір күн тайт деп қыз басқа біреуге шықты да кетіп қалды. Міне жар сүйдік, бала сүйдік. Екеуміздің де жұбайымыз бар, бала шағамыз бар. Өмір өтіп жатыр. Құдайға шүкір, жақсы өмір өтіп жатыр. Бірақ сол бір кез, сол бір сәт міне жерден кетпейді екен ағады. Салмай әлі келеміз, жүректе ыстық жалынды деген жолдар бар. Сол ән 2 күннен кейін мен Ұлытаудан қайтып шаңқып келе жатып. Болаттың үйінде таңертеңгі шайдан кейін мен осы Кеңгірдің қоңыр кештер деген әнді жаздым. Бұл баяғы 50-60 жылдардағы советтік лириканы сағынуым, сол қайтадан жанданса екен, кешегі бүкіл совет халқының жүрегін тербеген біз сияқты жастарға керемет ән дәстүрін берген осыны қайтадан бір оянса екен деген тілекпен осы әнді жаздым. Ал енді арада жылдар өтті. Бір жолы профессор Тұрсынбек Әкішев әйелі қайтыс болды да, екінші жұбайына үйленді. Жас адам, Қызылорда жағы. Сол кісінің ауылына мен күйеу жолдасы сияқты бір күніне барды ғой енді. Сол мен де қоса алып барып тұрса екен. Бір ауылда отырған кезде үлкен отырыс үстінде осы қоймай Кеңгірдің қоңыр кештерін айтқызды маған. Қасымда жолдасым бар, дейші. Соны жұрт жымыңдасып, бір келіншекті көрсете берді. Ол келіншек қайда тағыларын білмеді. Сенің әлгі Кеңгірдің қоңыр кештерінде деген әнімін баяғы 2 жігітті сандалтатын қыз осы қыз екен. Ол кезде үлкен кәдімгі жүректі қазақтың Бетховені болған Сыдық Мұхамеджанов тірі болатын. Сол кісінің операсында Ақанның рөлін ойнады. Ленинградтан бітіріп келген Кенжеғали Мыршықбаев. Сәкең Сыдық маған айтады, сондай бір ғажап әнші келді. Өзінде келбет қалай, тұрысы қалай, мәдениет, дауыс, әппақ ботадай керемет. Осы балаға сен осы інімізге ерекше ықыласпен қара деді. Сөйтіп жүргенде бір күні 84 жылы менің авторлық концертім болды осындай. АХВК дейді, Алматы үлкен осындай сарайда. Сонда осы Шыңғыс Айтматовтың Жәмилә повесі бойынша жазылған Даниярдың әні Балқан тау жаңағы циклдің ең соңғы әні. Абайдың аудармасы Лермонтовтан жолға шықтым бір жым-жырт түнде жалғыз. Соны капелламен қосылып орындаған осы Кенжеғали. Соның алдында Дінішев орындайтын орып қалып, Әлібек Дінішев. Опера театрында осы Кенжеғалиға келдім мен. Сонда енді қазақ өнерінің үлкен арысы Байғали Досымжанов
спектакль бар, репетиция бар деп, осы Кенжеғалиді маған бермей қинады. Сосын ой Құдай-ай дедім, ой Құдай-ай кең дүниені тарылтып, бір кезде өзіңізде осындай мөлдіреген, ғажайып әнші болам деп ойладыңыз ба? Кереметсіз ғой қазір. Өздеріңіз болып алғаннан кейін, өздеріңіздің күндеріңізді кешкен кішкентай кешегі жасталап әншілерге қалай тарлық жасайсыз? Кең дүниені тарылтпаңыз, әке. Беріңіз маған Кенжеғалиді дедім. Жаңағы оркестрдегі менің әндерімнің барлық партитурасын жасады. Қадірлі тыңдарман, біз енді Илья Жақановтың сирек орындалатын «Шолпан жұлдыз» әнін тыңдалық. Шолпан жұлдыз жайнаған жаздың түні, бұлбұлдардың тамылжып салған үні, тәтті қиял тербетіп мөлдірейді. Ер жігіттің қасында ай мен күні, тәтті қиял тербетіп мөлдірейді. Ер жігіттің қасында ай мен күні. Қапияда кез болып танысқалы, арман тілек жалғасып табысқалы, басылмайды янатағау таңда қысқа. Шолпан жұлдыз тағы да алыстады. Басылмайды янатағау таңда қысқа. Шолпан жұлдыз тағы да алыстады. Қала берді жайқалған таныспаған, қала берді дариғай қимас шағау. Таң атқанмен келеді тағы бір түн, шолпан жұлдыз жарқырап алыстағы. Таң атқанымен келеді тағы бір түн, шолпан жұлдыз жарқырап алыстағы. Концерттің залында екінші рет шығып тұрмағандарыңызға, сіздермен қауышқанымызға аман есен
осындай дүрілдеген үлкен думан үстінде, ән мерекесі үстінде бір сәтке болса да барлық шаршаудан, пендешіліктен, тағы басқа адам шаршатқан нәрселерден арылып отырған осы бір сәт, бақытты сәтке мен өте риза болып отырмын. Армысыздар ағайын. Сарыарқа атамекеніміз Сарыарқа концерттің атын солай, әрине солай атадық. Атырауда тұрамыз соңғы 5 жылда. Онда ғылыми жұмыстар жүргіземіз, зерттеу жүргіземіз, концерттер болады. Ол тынып жатқан мүлде шығыр жоқ музыканың мұхиты. Міне сол біз тұратын ауданды Сарыарқа ауданы дейді. Мен Сарыарқадан Сарыарқаға келіп отырмын. Шын жүректен ризамын. Кеше Теміртауда керемет осындай кеш болды. Сол кеште облыстың әкімі Камалдин Ескендірұлы Мұхамеджанов өзі бас болып, бүкіл біраз басшылар болды, қаланың басшылары. Бізге деген ерекше сезім, ықылас, пейіл барлық көрсетілді. Сонда айтып едім, болар елдің патшасы ақынын іздейді, болмас елдің ақыны патшасын іздейді. Теміртауда бүгін Қарағанды, ертең маған ең сүйікті жер Егіндібұлақ, одан кейін Қарқаралы. Осы елді мен қауыштырып, жақсарып келе жатқан қазір, жан жақты дүрлеп келе жатқан заман, осы толқынды күндерден өтіп келе жатырмыз, Құдайға шүкір. Осы елмен жұрт көрсетіп, бізге жағдай жасап отқан сол басшыларға шын жүректен сіздердің алдарыңызда алғыс айтамын. Осы бір концертке жеткенше, облыстық мәдениет бөлімінің бастығы Рымбала қарындасымыз сол саладағы қызметкерлер жарғылағы жастыққа тимей телефондасып отырдық, сөйлесіп отырдық. Міне бүгін сол тілегімізге жеттік. Енді мен бұл жерде бір жағдайды айтайын деп отырмын. Қарағандының 70 жылдығына арнап Қарағанды вальсін жазды деп жаңа сценарийда көрсетті. Ол дұрыс. Мен бір осы сырқаттанып Қарағандыға больницаға түсіп, осыны жезқазғанда ауырып, сол жақтан арнайы алдырды осы Камалдиндер. Осы больницада операция жасалды. Марат Әбуев деген өте бір талантты хирург, Рапахат деген дәрігерлер бар. Солар әйтеуір мені алып қалды. Осы Қарағандыда. Ал операциядан кейін 2 күннен кейін 10-шы палатада мен Қарағанды вальсін шығардым. Жаңа орындалды. Мүнира қандай әдем айтты. Міне сіздерге деген махаббаттың бір белгісі осы, Қарағанды вальсі. Сосын Қарағанды маршын жаздым. Енді ол бүгін одан орындалған жоқ. Сосын енді бір қызықты нәрсе, Теміртау жаңағы жастары айтты ғой, Теміртау күні деген әнді. Сол Теміртаудың клипі жасалды керемет. Сол клип біздің Атырауға келді, менің қолыма тиді. Бір үлкен жолдас деген фирма бар. Аттила деген венгер жігіті сол клипті алып кетеді. Будапештте. Ал Будапештте бір күндері Қарағандының әртістері барып концерт береді. Концерт берсе, жаңа клиптағы біздің әншілер жаңа жақсы келді сейіліп, тағы береді. Мейірхан ба? Соны жаңағы венгер жігіті Аттила танып, екеуіне ертеңінде қолындағы видеокассетамен келіп, мынау өте керемет нәрсе, мынау мен сіздерді танып тұрмын деп, сол жерде жаңағы сіздердің осы топырақтарыңызда туған Теміртау түні деген әннің бір ғажайып хикаясы сол Будапештте болды. Мен осындай біздің өмірімізде бір осындай бір көріністер, эпизодтар өмір жүріп жатады. Жаңа Балқантау деп жатыр. Балқантаудың соңғысы, ең соңғысы осы дүниежүзін аралап кеткен ән. Кәрім Сауғабаевтың сөзі, үш сөзін Кәрім жазды. Осы жерде Кәрім жолдас отыр. Майра, тұр.
Кәрімнің де осы ұзақ өмірі осылай жалғасып жатыр еді, екінші. Сол кезде осы әндерді шығартқан менің көп зерттеуімде Егіндібұлақта жиі кездескен біраз адамдар отыр. Соның бірі осы Айтжан ғой деймін. Радио тыңдаушы жұртшылық, біз енді құрмет қошемет көрсетушілердің лебізін тыңдалды. Құрметті қарағандылықтар, бүгін қаламызға белгілі сазгер, әнші, зерттеуші, жазушы ағамыз Илья Жақанов міне облыс әкімінің шақыруымен кеше Теміртауда болса, бүгін Қарағанды қаласына келіп отыр. Атбасын әрине бұл кісі алыстан тіреп отыр. Сонау Атыраудан кезінде Қазақстанның білгір азаматтарының біразы облыстың орталықтарына барған болатын. Міне лекең кеше Қарқаралыны, кеше Жаңарқаны, кеше Егіндібұлақты жырласа, бүгін бұл кісі қалаларды жырлап жүр. Міне кеше ғана Теміртаудың 60 жылдығына өлең жазса, кеше
Қарағанды қаласының 70 жылдығына ән жазды. Мұның барлығы біз үшін қуаныш, үлкен той деп айтуымызға болады. Сондықтан да бүгін өздеріңіздің аттарыңыздан, қалалық әкімшіліктің атынан, мәслихаттың атынан, облыс басшыларының атынан Лекеңе әлі де болса творчестволық табыс, мықты денсаулық, лайым халқының алдында осындай ізгі ниетке, ықыласқа бөліне берсін деп тілек айтқымыз келеді. Жортқанда жолыңыз болсын аға. Жол болмай жол болады деген сияқты астына ат мінгізіп, үстіне шапан жабуға рұқсат етіңіздер. Ардақты ағайын, сөз соңында айтарымыз еліне елеулі, халқына қалаулы, біртуар азамат, бүгінгі ертеңгі өнеріміздің шоқ жұлдызы Илья Жақановқа зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, шығармашылық табыс тілей келіп, халқымызды әнмен әлдилеп, ортамызда аман-есен жүре беріңіз деген тілек айтамыз. Сіздердің тыңдағандарыңыз Қазақстан Қарағанды облыстық телерадио корпорациясының Шалқыма концерт залынан даярланған «Әнім саған Сарыарқа» деген репортажы. Сау, сәлемет болыңыздар.